Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 3-ші сынып 81-ші сабақ. Кестеден тыс көбейту және бөлу, тарауы, тиімді есеп тақырыбын өтпекпіз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты көбейтудің үлестірімділік, терімділік қасиеттерін тиімді есептеу жүргізу үшін қолдану. Сенің білетінің, сен өрнекті, әріпті теңдік жазуды тиімді есептеу үшін көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолдануды үйренесің. Математика сырлары қызықтырды біздерді, сабаққа бірге қатысуға шақырамыз сіздерді. Олай болса балалар, сабаққа дайын болсаңыздар, қане тапсырманы орындаудан бастайық. Балалар, біз алдыңғы сабақтарда көбейтудің бірнеше қасиеттермен танысқан болатынбыз. Көбейтудің ауыстырымдылық, үйлестірімділік, терімділік қасиеттері бар. Осы қасиеттерін тиімді есептеу үшін қолдана аламыз. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті: А көбейту В тең В көбейту А. 4 пен 2-ның көбейтіндісі тең 2 мен 4-тің көбейтіндісі. Көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Көбейтудің терімділік қасиеті: А қосу В көбейту С. А көбейту С қосу В көбейту С. Екі санның қосындысының қандай да бір санға көбейтіндісі қосылғыштардың әрқайсысын осы санға көбейтіп алып, оларды қосқанға тең. А алу В көбейту С, А көбейту С азайту В көбейту С. Екі санның айырмасының қандай да бір санға көбейтіндісі азайтқыштың осы санға көбейтіндісін кеміткенге тең. Бұл көбейтудің терімділік қасиеті. Көбейтудің үлестірімділік қасиеті: А көбейту В көбейту С тең А көбейту В көбейтілген С. А көбейту В көбейту С тең В көбейтілген А көбейтілген С. Бұл көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Көбейтіндіні санға бөлу. А көбейту В бөлінген С. А бөлу С көбейту В. В бөлінген С көбейту А. Қосындыны санға бөлу: А мен В-ның қосындысын бөлеміз С-ға. А бөлінген С қосу В бөлінген С. Ереже түсінікті болса, мына тапсырманы орындайық оқушылар. Бұл жерде бірінші тапсырма 3 пен 50-дің көбейтіндісі тең 50 мен 3-тің көбейтіндісі. Яғни қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Бұл ауыстырымдылық қасиеті. Келесі 14 пен 21-дің қосындысын бөлеміз 5-ке. Яғни бұл жерде жақшаны орындап аламыз. 35-ке тең, 35-ті 5-ке бөлсек 7-ге тең. 350 мен 21-дің қосындысын бөлеміз 7-ге. Яғни қосылғыштарды жеке-жеке 7 санына бөліп шығамыз. 350 мен 7-ның бөлінісі қосу 21 мен 7-ның бөлінісі тең 50 қосылған 3 тең болады 53. Бұл терімділік қасиеті. Келесі 5 көбейтілген 65 көбейту 20 тең 100 көбейтілген 65 тең 650. Бұл ауыстырымдылық қасиеті. 60 көбейту 6 мен 1-дің айырмасы тең 60 көбейту 6 азайту 6 көбейтілген 1 тең болады 360 азайту 60 тең 300-ге. Бұл үлестірімділік қасиеті. Енді балалар, ережені еске түсіріп алсақ, тапсырма орындайық. Оқулықпен жұмыс жүргізейік. 3-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Өрнектердің мәні тап, олардың барлығы әртүрлі тәсілмен шығаруға бола-ма? 15 пен 21-дің қосындысы бөлінген 6. Яғни жақшаның ішін орындап аламыз. 15 пен 21-дің қосындысы 36-ға тең, 36-ны 6-ға бөлеміз 6-ға тең. 120-ны 10-ға бөліп, қосу 20-ны 10-ға бөлуге болады. Тең болады 14. Жерде 14 пен 21-дің қосындысын 7-ге бөлу.
Яғни бұл қосылғыштарды жеке-жеке бөлуге де болады. 14-ті бөлеміз 7-ге, қосу 21-ті бөлеміз 7-ге. Сонда 5-ге тең. Келесі бағанда 300 қосылған 60 бөлінген 9, мәні 40-қа тең. 10 қосылған 22 бөлу 4, мәні 8-ге тең. 100 бен 200-дің қосындысын 3-ке бөлеміз тең 100-ге. Келесі тапсырма. 4-ші тапсырма. Әрбір өрнекті есептеудің тиімді тәсілін тап дейді. Бұл жерде бірнеше өрнектер берілген. Осы өрнектердің мәнін қатесіз шығарсаңыздар, дескриптор арқылы бағаланасыздар. Өрнектің мәнін тиімді тәсілмен дұрыс есептеп шығарады, 4 балмен бағаланасыздар. 5-ші тапсырма. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Бұл жерде шартты есеп берілген, есептің мазмұнын алдымен таныстырып алайын. Шебер 8 дулыға және 12 қамшы жасады. Олардың барлығы 2 қорапқа бөліп салынды. Әр қорапта қанша бұйым бар? Яғни, біз алдымен есептің шартын құрып аламыз. Егер де сіздер есепті толығымен шығарсаңыз, мына дескриптор арқылы бағаланасыздар. Есептің шартын құрады, шешуін әртүрлі тәсілмен шығарады, өрнектің мәнін табады, жауабын жазады. 4 ұпаймен бағаланасыздар. Сіздер де осындай қылып шығарды деп ойлаймын. Келесі, көбейтуді қалай орындағанын қарастыр. Үлгі бойынша есепте. Бұл жерде 2 өрнек берілген, яғни сілтеме арқылы өрнектің мәнін табуымыз керек. Мысалға 46-ны көбейтеміз 10-ға. 460 болады, 460-тан 46-ны азайтасыз. Сонда мына жердегі сан шығады. Егер де осы өрнектерді мұқият орындаған болсаңыздар, дескриптормен бағаланасыздар. Бұл жерде де үлгі бойынша өрнектің мәнін табады, 2 балмен бағаланады. Бүгінгі сабақта біз өрнекті әріпті теңдік түрінде жазуды, тиімді есептеу үшін көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолдануды үйрендік. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.